رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Elimizge tinçlik, beybitçilik berip, dinimiz ben tilimiz qaytur alıp, öşkenimiz jany bölgenip tirilgende ulkan kuançka bölenip atırmız. Mına kasiyet ben bereketke tolgan keçirim ayı Ramazan geli jatır. Ramazan ayı barşağınızga kutlu berekeli bolup, osayda ulu ibadatlar atkarıp, күнәдән арылуды Алла баршамызга нәсип еткән булсын. Жыл бойы жиналган шлахтар мен төрле бойыбыздагы артык нәрселер Рамазан айының оразасы тутулуу менен бойымыздан чыгып кетип, бүкүл организмimiz тазарат экен. Осы организмimiz тазаргандай, Рамазан айында анадан тугандай күнәдән арылат экенбиз. Кимде-ким Алланың рахматына бөлөнүп, күнәдән арылууды каласа, осы Рамазан айын ганимет билип, оразасын устасын дейді. Және кимде-ким Рамазан айында ораза устайдын болса, оның жүрөгүндө мейрим шафагат оянат экен. Ерікті түрде ашыққан, ерікті түрде ішіп жеуден тыйылған адам, басқа адамдардың мұқтаждықпен ашығып атқандарын түсініп, жүрегінде мейрим шафағаттар оянып, адамдарға жақсылық жасауға асығады екен. Одан кейінгі оның пайдасы адамдарға сабыр деген ұлы қасиетке қол жеткізеді екен. Яғни бұл сабырлық деген ұлы қасиет осы Рамазан айының оразасымен де болады екен. Алла Тағала Құран-ы Каримде «Инналлаха мa'ас-сабирин» әрине Алла Тағала сабыр қылушылармен бірге дейді. Сондықтан да құрметті жақсылар, шексіз сауапқа ие болып, анадан туғандай күнәдән арыламын, денсаулығымды түзеп аламын, жүрегімде мейірім шафағат оянсын, періштелік сипат көтеремін деген сонда ізгі ниеттеріңіз болса, ораза тұтуға асығыңыздар. Еліміз тыныш, халқымыз аман, егемендігіміз баянда болып, дин ислам өсіп өркендеп, халқымызда ынтымақ береке болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.